Армысыздар, 42.500 теңгені аларын алып алып, енді сол үшін сотталып кетпейміз ба деп уайымдап отырған ағайын. Бүгінгі видео осы тақырыпқа арналады. Кімдер қайтару керек, кімдер қайтармау керек, жалпы қайтару керек па деген тақырыпқа арналады. Егер де осы тақырып сізге қызықты болса, және де осы сияқты басқа да тақырыптарды жіберіп алғыларыңыз келмейтін болса, онда менің каналыма міндетті түрде тіркеліңіз. Қоңыраушаны басыңыз, өйткені шұғыл ақпаратты дер кезінде тыңдау үшін. Егер тіркеліп қоңыраушаны басып қойсаңыздар, онда ыңғайланып отырыңыздар, біз әңгімемізді бастаймыз. Азын-аулақ шолу жасап өтейін. Жалпы 42.500 теңгені алу жолында халқымыз, азаматтарымыз қандай жолда жүріп өтті, қандай сынақтан өтті десек болады. Яғни мемлекетте ақпарат пайда болды. Төтенше жағдайға байланысты 42.500 теңге Қазақстан Республикасының азаматтарына, оның ішінде жаңағы табысынан айырылған азаматтарға беріледі екен деп. Адамдар бірден лап берді, қалай өтінім береміз, не істесек болады 42.500 теңгені алу үшін деген сұрақ талай адамның жүйкесін жұқартты. Осы тұста мемлекет егов порталын іске қосты. 42.500-ді өтінім беру үшін егов портал арқылы өтінім бересіздер деп. Ол портал бірден жұмыс істеген жоқ. Адамдар қайтадан жүйкелеріне салмақ түсті бұл тұста. Одан кейін мемлекет қайтадан тағы да екі нені қосты, жолын қосты. Ол 42.500 еңбек.kz сайтын іске қосты және Telegram ботты іске қосты. Естеріңізде бар болатын болса, бұлардың барлығының жолын мен өзімнің осы YouTube каналымда барлығын сіздерге егжей-тегжейлі айтып түсіндіріп отырдым. Көптеген адамдар айту қиналса да, қалай болса да өтінімді берді, түнделетіп отырды. Айту өтінімді тапсырады. Біраз енді қалай айтса болады, жүйкелеріне кішкене біраз адамдардың жүйкелері сыр берді десек болады, бұл өтінімді берместен бұрын. Одан кейін мемлекет айтты, енді өздеріңіздің статустарыңызды тексеріп отырсаңыздар болады деді. Адамдар енді өзінің статусын тексеруге бет бұрды. Одан кейін статусын тексеретін кезде қайтадан жаңағы нерв жүйкелері қайтадан қозғала бастады. Отказ келіп қалмай ма екен, қалай болады екен деп. Сөйтіп айту алды десеңізші 42.500 теңгені алып демалып отырған кезде, оқытып отырған кезде тағы да бір ақпарат тарады. Кім 42.500 теңгені заңсыз алды, сол азаматтар сотталады деген. Болмаса айыппұл салады, болмаса мемлекеттік жұмысқа тартылады деген. Сондай қорқынышты жаңалық бүкіл ақпарат құралдарын тарап кетті. Неше түрлі алып қашпа әңгімелер болды бұл тұрғыда. Елдер лап беріп, енді не істейміз? Қалай істейміз? Енді жаңа 42.500 теңгені аларын алып алдық. Енді не істейміз деген сұрақ туындады. Көп азаматтар аларын алып алды, ол ақшаға тиіскен жоқ тіпті. Алып қоқ қойды. Өйткені қайтарып қаламыз ба деген. Сөйтіп, бұл айтқан кезде біздің мемлекетіміздегі коронавирус жайына қалды. Елдің барлығының түгел назары осы 42.500-дің төңірегінде болды. Мен сіздерге бір айта кететінім, осы 42.500-ге байланысты мемлекет бір жақты шешімді әлі қабылдаған жоқ. Рахмет, бәріне таратып берді. Енді бәрі деп айтқан кезде 80-90% өтінім берген адамдар алған шығар. Көптеген адамдарға отказ келді, көптеген адамдарға негізсіз отказ келді. Бұл тұрғыдан да мен Инстаграмда сіздерге тікелей эфирде шығып ақпарат бердім. Не істеу керек, қалай істеу керек. Енді сіздерге айтатыным, 42.500 теңгені қайтаруға байланысты еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Біржан Нұрымбетов мырза мынандай мәлімдеме жасады. 42.500 теңгеге байланысты ешқандай іс қозғаушылық болмайды. Біз ешкімді тексермейміз, ешкімнің үйін араламаймыз, ешкімге ешқандай салдары болмайды. 42.500 теңгені алдыңыздар ма? Болды. Пайдаланыңыздар да отырыңыздар. Яғни, жаңағы әлгі оның алдындағы тарап жүрген қауесет әңгіменің бәрін бір ауыз сөзбен жоққа шығарды. Енді мен сіздерге айтатыным, бұл ақпаратта нақты ақпарат болмауы мүмкін. Сондықтан, егер де 42.500 теңгені қайтармаған болатын болсаңыздар, қайтармай тұра тұрыңыздар,
әліптің артын бағайық. Өйткені мен неге бірден сіздерге видео түсірмедім, қалай қайтару жолын не көрсетпедім, өйткені мен осылай болатын кішкене ішім сезді. Өйткені әлі піспеген, жетілмеген дүниелер болды, сондықтан мен қайтарудың жолын сіздерге көрсеткен жоқпын, көп адамдар қайтарып жібермесін деп. Енді қайтарып жіберген жағдай болатын болса, оны бөлек қарастырамыз. Мемлекет қандай шешім қабылдайды ол азаматтарға байланысты. Алдағы күндері тағы да нақты ақпарат беремін. Ал қайтармаған болатын болсаңыздар, онда қайтармай тұрыңыздар. 42.500 теңгелеріңізді пайдаланып, керектеріңізше. Енді әрине тамақ күнделікті тіршілігіңізге, керегіңізге пайдаланасыз ғой. Соған пайдалана тұрыңыз. Алдыдағы уақытта мемлекет басқаша тағы да бір шешім қабылдап, қандай да бір жағдайлар болатын болса, онда мен сіздерді қосымша құлағдар етемін. Міндетті түрде осы видеоны барша қазақтарға таратыңыздар. Каналыма тіркеліп алыңыздар. Менің каналымнан осы сияқты нақты ақпараттарды күтіңіздер. Міндетті түрде мен сіздерге дер кезінде ақпаратты беріп отыратын боламын. Қайталап айтамын. Егер де әлі қайтармаған болатын болсаңыздар, онда күте тұрыңыздар, қайтармаңыздар. Өйткені министр айтты, ешкімді қудаламаймыз, ешкімді жазаламаймыз деді. Сондықтан әліптің артын бағайық ағайын. Қандай нақты ақпарат болады, мен сіздерге сол уақытында дер кезінде ақпаратты беретін боламын. Ағайын, мен де сіздер сияқты ақпарат көздерінен, дерек көздерінен алып отырам. Одан кейін оны біраз қорытып, ойланып, басқа ақпарат көздерінен ақпаратты алып, содан кейін барып бір шешімге шыққан жаңалықты ғана беремін. Алып қашпа әңгімелерге, болмаса көршім айтты, болмаса бір белгісіз біреу айтты, қайтарыңдар деп қайтарып жібермеңіздер. Менің каналымнан міндетті түрде ақпаратты күтіңіздер. Мен айтамын сіздерге, қай уақытта қайтаратын болсаңыздар, қай уақытта қайтаратындарыңызды, және кімдер қайтаратындығы жайында нақты ақпаратты, нақты видео нұсқаулығымен салатын боламын. Әзірше ешкім қайтармай тұра тұрыңыздар. Видеоны барлық ағайын туысқандарыңызға, дос-жарандарыңызға таратыңыздар. Қызық болса тіркеліңіздер. Келесі видеода жолыққанша сау саламат болыңыздар.